Сәлем оқырмандарым, подписка батырмасын басып тіркеліп өтіңіздер. Бүгін біз творожный слойка дайындаймыз, яғни тестісі песочный тестімен дайындаймыз. Майымызды үкіштен өткізіп аламыз. Бізге оңай болсын деп, одан әрі үкіштен өткізілген майды қолымен араластырып аламыз. 20% қаймағымызды саламыз, одан 2 жұмыртқамызды да сосын үстіне барып шым-шым тұзымызды салып, одан әрі қопсытқышымыз саламыз, 1 шай қасық. Құрамын бәрін салып болғаннан кейін қамыр илей бастаймыз. Иленген қамырды 20-30 минут тоңазытқышқа салып қоямыз. Қамырымыз дайын болды, енді салмасын дайындаймыз. 1 жұмыртқа, 80 грамм шекер және кукурузный крахмал саламыз. Сосын блендермен езіп аламыз, салмасын. Жарты сағатымыз өтті, тоңазытқыштан қамырымызды алып, нанымызды осылай созып аламыз. Одан әрмен пышағымызды алып, жаймендеп кесеміз, бөлшектерге бөлеміз яғни. Осы бөлген бөлшектерді тағы ортасынан 2-ге бөлеміз. Себебі біздің творожный слойкамыз үлкен көлемінде болып кетпес үшін. Кесілген қамырымызды осылай дөңгелетіп аламыз, өзімізге оңай болу үшін. Әрмен қарай қамырымызды алып, дөңгелетіп, жазып шығамыз осылай. Сосын пышағымызды аламыз, 2 жағын осылай кесіп, ұзыннан ортасына салмасын саламыз. Сосын 2 кесілген жағын бір-біріне кигізіп қоямыз осылай. Ешқандай қиындығы жоқ, бәрі де оңай, жасап көріңіздер. Қызып тұрған пешке 180 градуста 30-40 минутта пісіріп аламыз. Творожный слойкамыз дайын. Үстіне осылай сахарный пудрамен сеуіп шығамыз. Дайындап көріңіздер, өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Сізге ұнайды деп ойдамын. Көңіл бөлгендеріңізге рахмет. Әлде қазақша рецептер түсіретін боламын. Подписка батырмасын басып тіркеліп өтіңіздер.